Бір қамырдан осындай екі түрлі пирог пісіреміз. Қонақ келетін кезде уақытыңызды үнемдеп, екі түрін бірден дайындасаңыз болады. Дастарханға қойғанға да өте әдемі көрінеді. Творожный және де сметанник пирогтары. Қамыры үшін ыдысқа ұн, разрыхитель және де 72% осындай керемет айстың нағыз сары майынан қосып, қолымызбен үгітіп, жақсылап араластырамыз. Енді екі жұмыртқаға қантты қосып, қанты ерігенше араластырып, осы крошканың үстінен құямыздағы жұмсақ қолымызға шамалы ғана жабысып тұратын бір келкі қамыр елейміз. Қамырды теңде екіге бөліп, холодильникке 15 минутқа қоямыз. Бірінші творожный пирогтың начинкасына 9% айстың сүзбесін және де 20% дәл осы айстың керемет қаймағын, екі жұмыртқа, қант және де кішкене ванильный сахар қосып, жақсылап блендермен немесе венчикпен еземіз. Екінші пирог бізде шоколадный сметанник болады. Оның да салмасына айстың 20% қаймағы, екі жұмыртқа, қант және де шоколадты ертіп барып қосамыз, кішкене какао қосып береміз, кішкене ванильный сахар қосып, блендермен жақсылап еземіз. Енді қамырымызды шығарып формаға жақсылап төсейміз, вилкамен осылай тесіп, үстінен екі түрлі салмамызды құйып шығамыз. 160 градуста қызған пеште жарты сағаттай пісіреміз. Толықтай бөлме температурасында суытып, одан кейін холодильникке 2-3 сағатқа қоямыз. Мінекей керемет пирогымыз дайын. Айс компаниясының сүт өнімдерімен пирогтарыңыз өте дәмді шығады. Жасап көріңіздер, парақшам пайдалы, маған дәл қазір тіркел